Баршаңызға сәлем. Лабиринттер салу кезінде сәулетшілер бұрын болмаған және көпшілікті қызықтыратын жаңа және таңғажайып нәрсе жасауға тырысады. Бүгінгі видеомызда әлемдегі ең ерекше және қорқынышты лабиринттермен таныстырамыз. Күнбағыстан жасалған ең үлкен лабиринт Францияда орналасқан. Ол 1996 жылы салынған және 4 гектар аумақты алып жатыр. Бір жыл ішінде лабиринт түсі өзгереді. Күзге дейін жасылдан сарыға айналады. Өйткені күнбағыс бірге гүлдейді. Оларды жинап алғаннан кейін көктем басталысымен лабиринт тағы себіледі. Шығуға дейінгі күрделі жолдармен жүру өте қиын және бұл көптеген адамдарды қызықтырады. Суретші Роберт Моррис ашық аспан астындағы ерекше лабиринтті ойлап тапты. Ол мүлдем мөлдір, өйткені оның қабырғалары әйнектен жасалған. Шыны қабырғалардың арасынан шығу жолын іздеу қызықтырады. Бірақ іштегі адамдардың абыржуын сырттан бақылау одан да қызықты. Шыны лабиринт Канзас-Ситиде орналасқан. Жүгеріден жасалған лабиринттердің бірі Пенсильванияда орналасқан және 2 гектар жерді алып жатыр. Барлық жолдармен адаспай жүру қиын. Өйткені сіз 4 километр басқа тұрғышты шешуге тура келеді. Жүгері алқабындағы бұл алып жұмбақтың қиындығы соншалық. Кез келген уақытта туристерге көмекке келу үшін арнайы бекеттерде адам тұрады. 16 ғасырда сәулетші Роберт Смитсон Лонглит массивінде салынған лабиринт әлемдегі ең ұзындарының бірі. Ол 2 округтың шекарасында орналасқан. Сомерсетшир және Уилтшир. Саябақта 16 мыңға жуық ағаш бұталары отырғызылды. Олардың арасына 3 шақырым жолдар төселген. Лабиринт 1,5 гектар аумақты алып жатыр. Мұнда серуендеп жүріп адасып кету оңай. Бірақ бірнеше жерлерде бұталардың үстінде көтерілген көпірлер бар. Оның үстіне шығып, сіз дұрыс жолды көре аласыз. Сонымен қатар керемет суреттер түсіре аласыз. Бұл 1,2 гектар аумақта орналасқан үлкен лабиринт. Шатасқан өткелдердің ұзындығы шамамен 5 шақырымды құрайды. Лабиринтке 14 мыңнан астам экзотикалық өсімдіктер отырғызылған. Жолдармен жүре отырып, ананас, гелиокония, гибискус, папайя, кротон және Гавай флорасының басқа өкілдерін көруге болады. Бұл лабиринтте жарыстар өтеді. Олар билеттермен бірге 8 шағын будкалар қай жерде орналасқанын көрсететін карта береді. Кім межелі жерге тез жетсе, ананас шербетін тегін жейді. Лабиринттер өсімдіктерден ғана болмайды. Швейцарияның Люцерн қаласында айна лабиринт бар. Бастапқыда ол Женевадағы ұлттық көрме үшін жасалды. Ал 3 жылдан кейін ол Люцернге көшірілді. Ол 3 үңгірде орналасқан 90 айнадан тұрады. Көрінбейтін қабырғаға соғылмас үшін онымен қолыңызды созып баяу қозғалу керек. Бұл лабиринт басқаларға ұқсамайды. Оның қоршауы жоқ. Қарапайым ағаштар 60 мың шаршы метр жерде өседі және олардың арасында жолдар салынған. Сондықтан келушілер жай орманмен қыдырады. Лабиринттің тарихы келесідей. Алдымен Рождество мерекесіне арнап шырша ағаштары өсірілді. Содан кейін 2000 жылы оларды кесіп тастады. Қалған ағаштар мен бұталар ретке келтіріліп, жолдар төселіп, саябақ серуендеуге ашылды. Нәтижесінде Гиннес кітабына енген әлемдегі ең үлкен және тұрақты лабиринт пайда болды. Лондонда 2000 жыл бұрын алғашқы жерасты лабиринттері қазылды.
Олар қаламен бірге өсіп, дамыды. Кедейлердің, ұрылардың, қылмыскерлердің соңғы панасы болып қала берді. 16 ғасырдағы Лондонның классикалық лашықтары туристерге аз ақыға көрсетіледі. Мұндай билетті кез келген агенттіктен сатып алуға болады. Егер сіз біраз күш жұмсап, жергілікті гидті тапсаңыз, сіз тереңірек өтіп, азаптау камералары, күйген лашықтардың қалдықтары және тіпті мумияланған денелер көре аласыз. Каньон-Ленд ұлттық паркының ең шалғай бұрышы туристерді сирек көреді. Ол жерге баратындар бұны тек бір мақсатпен жасайды: табиғи лабиринтте бағын сынап көру. Бұл тұйық жыралар мен айналмалы жолдарға толы әлемдегі ең күрделі жолдардың бірі. Жылдың кез келген уақытында тас құлау, тіпті су басу қаупі өте жоғары. Өткен жылы ғана мұнда 10 адам жоғалып кетті. Оларды мұндай аймақтан табу мүмкін емес еді. Бұл лабиринт бүкіл әлемдегі ең қиын деп саналады. Мұнда келушілер бірнеше сағат бойы адасып жүруі мүмкін. Олар үмітсіздіктен көмекке шақыра бастайды. Аңыз бойынша Наполеон Бонапарттың өзі бір генералмен 1 сағат ішінде шығамын деп бәстесіп, адасып үлгерген. Осы лабиринттің ортасында бақытты саяхатшы 18 ғасырдың ерекше мұнарасын табады. Оның төбесінен ұлы медуза Горгон қоршаған кеңістікті бақылайды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.